Қалай орналасып жатсыздар? Балаларыңыздың жанына келдіңіз ба? Бірге тұрып жатырсыз. Қалай қоныстарыңыз ұнай ма? Ұнайды. Доктор президентке өзіңізге азаматқа рахмет айтқымыз келеді. Рахмет. Ауылымызды күздендіріп жатсыздар, көріп өтіп жатсыздар. Жақсысыз ғой. Қуаныштамын. Асфальт жасады бәрі. Жүздеген ұлт өсті сыйып, үш ғасыр бұзалмаған тор бұғауды. Қана қолын созып болған қорған, Қайырлы күн, құрметті қонақтар, қымбатты теміржолшылар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауында біз қазірдің өзінде Жетіген Қорғас және Өзен Түркменстанмен мемлекеттік шекара теміржол желілерін салынып бітті. Олар іс жүзінде біздің өнімдерге Қытай мен Парсы шығанағы елдерінің рыноктарына жол ашады. Біз салуға кірісетін Батыс Қытай, Батыс Еуропа автожолы тауарлар үшін маңызды магистраль деп атап көрсеткен болатын. Республикалық индустрияландыру картасы аясында облыста жүзеге асырылып жатқан жобалар көп. Жолмен қатар тұтастай станциялар мен разъездер салынды. Компания былтырғы жыл қорытындысы бойынша әлеуметтік жауапты корпорациялар номинациясы бойынша Қазақстандағы жыл таңдауы ұлттық жүлдесіне ие болды. Өз қызметкерлеріне қамқор болу, әлеуметтік мәселелерді шешу, еңбекте, тұрмыста жақсы жағдайлар жасау компанияның басым қағидаларының бірі. Осынау алып құрылыстың негізгі тапсырыс берушісі әрі жүзеге асырушысы Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы. Осындай алып құрылыстың бір ұшы Еңбекшіқазақ ауданында, соның ішінде Масақ ауылынан өткеніне біз өте қуаныштымыз. Соның арқасында біз ел аумағы мен шекара бекеті арқылы жоғары жылдамдықпен өте алатындай мүмкіндігі бар транзитті мемлекет болмақпыз. Соның көрінісі ретінде бүгінгі біздің Масақ ауылымызда теміржол бекетінің жұмысшыларына арналып отырған 3 бөлмелі пәтердің кілттерін тапсырып, қоныс тойын тойлағалы отырмыз. Осы шаңырақ иелерінің қоныс тойымен құттықтауға арнайы келген Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясының вице-президенті Акшурин Асқат Харисұлына сөз кезегін береміз. Саламатсыздар ма, құрметті қауым, құрметті қонақтар, құрметті теміржолшылар. Бүгінгі күні Қазақстан теміржолы компаниясында өте маңызды, есте қалатын тарихты күн. Білесіздер, Жетіген Қорғас теміржол желісі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасымен салынған. Сонымен қатар әлеуметтік саланың ғимараттары, оның ішінде мектептер, балабақшалар, ауруханалар салынған. Осы сізге келу алдында екі ауылда өздеріміздің әріптестерімізге үйлерінің кілттерін тапсырдық. Бүкіл жағдай істелінген осы үйлерде. Өзіңіз көріп, біліп отырсыз. Бүкіл заттарға, жиһаздарға толтырдық. Сіздерге жұмыста, жұмыс туралы ойласын деп, үйде жайлы демалсын деп, сол жағдайлар істелініп жатыр. Бүгінгі күні компанияда әлеуметтік саласында істелініп жатқан жұмыстар толық елбасының саясатына сәйкес істелініп жатыр. Соған көрі қоныстарыңыз жайлы болсын. Дана халқымыз отан отбасынан басталады дейді. Отбастарыңыз аман болып, бәріңізде
бақытты болыңыздар, денсаулықтарыңыз зор болсын, істеріңіз сәтті болсын. Келе жатқан баршамыздың кәсіби мерекеміз, теміржолшылардың күні құтты болсын. Мерекелеріңізбен ағайын. Ендігі сөз кезегін Алматы облысының әкімінің орынбасары Мұқанов Серік Мейірханұлына береміз. Ардақты ағайын, қадірменді қауым, құрметті ақ-жаулықты аналарымыз, ақсақалдарымыз, біріншіден мынау қуаныштарыңыз құтты болсын. Той қыласын, көш көлікті болсын. Жаңа Асекең айтып кеткендей, бүгін үлкен бір қуаныштардың куәгері болып келе жатырмыз. Біздің Алматы облысына басына бас қосылып, елге ел қосылып жатыр. Мынау елді мекенге мекендер қосылып жатыр. Жаңа ғана Жазиралы Жаркентімізде 500 түтін түтейтін 500 үйдің отбасына кілтін тапсырдық. Бұл деген бір ақсақал жаңа сөзді айтып жатыр, бұл деген бір пейіш. Ойламаған жерден осындай қуаныштың иегері болып жатырмыз деп. Шынында да қаншама отбасы, қаншама ата-аналар қуанып жатыр. Балаларыңыз осындай шаңғарақ көтеріп, іші толған дайын дүние, өздері жұмыспен қамтылып жатыр. Жаңа Жаркентте Айнұр деген бір қызымыз сөйлеп жатыр. Былтыр ғана Теміржол университетін бітіріп, академиясын. Биыл мінекей баспана алып отыр. Енді олар тек жұмысын ғана ойламағанда басқа нені ойлайды? Мынау қазақтың саны көбейсін деп, қазақтар көп болсын деп, сол жастар ауылға келіп дайын үй, дайын жиһаз, бәрі дайын болғанда жұмысты да ойлап, Асекең енді басшы болған жұмысты да ойлау керек дейді. Мен енді келешегімізді да ойлау керек, елбасының арманын орындап, балалардың да санын көбейтуіміз керек. Солай айтпақшы, мына үй толған қуаныш болсын. Балалардың үні осы жерден өсмесін. Бастарыңызға бас қосылсын. Жандарыңызға жан қосылсын. Әлеуметтік жағдайдың бәрі жасалынады, жасалып та жатыр. Жаңа маған Әлекең айтады, мына жерден дәріханаларымыз бар, басқа жағдайдың бәрі бар. Мына осындай керемет ауылда тұрғанда кімге ең бірінші рахмет айтуымыз керек? Елбасына рахмет айтуымыз керек. Зар-жылағы жастыққа тимей, қазақты дүние жүзіне танытып, Қазақстан бар екенін көрсетіп, Астанамызда неше түрлі жиындар өткізіп, міне осындай қазақ елі осындай деп көрсетіп, сағат сайын өсіп жатқан, құлпырып жатқан Астанамызды көрсетіп жатқанның өзі. Ол кісі жан-жақты. Біздің Шиншалло Зүлфия деген қызымыз дүние жүзінің чемпионы атанып алтын медаль алды. Дүние жүзілік рекорд тұр. Бүгінгі күнге 2 алтын медаліміз бар. Қаншама бұрынғы дамып кеткен елдердің ішінде біз осы дүние жүзінде қазірше 5-ші болып тұрмыз сол олимпиадада. Мына жетісу жұртшылығының атынан бірінші елбасымызға Құдай қуат берсін. Осы ауызбірлік ынтымағымыз болсын, бейбітшілік болсын, тыныштылық болсын, тоқшылық болсын. Осындай қуанышқа қуаныш қосылсын. Үйлерімізде ылғи той болсын. Жақсылықта ғана жолығайық. Жаңа бір ақсақал айтады, мен Матай станциясында тұрушы едім, балам мында келгенге мен де келдім деп. Мына Рахатқа келсек, Рахатқа Шудан, Алматыдан, Жамбылдан, қай жақтан келмеген, жан жақтан. Ең бір қуантарлық дүние, жап-жас біздің бауырларымыз бен балаларымыз екен. Сондықтан сіздерге айтатынымыз, қоныстарыңыз құтты болсын. Осы ата-аналардың арманы, осы балалар өссе екен, өрсін кеңейсе екен дейді. Міне өріс кеңейіп, бұл кісілердің армандары орындалып жатыр. Сондықтан өкіметпенен осы өкіметтің сенімін ақтап, анамыздың ақшытын ақтауымыз керек. Соған мен сіздерге жақсылық тілеймін. Сол тілеулер орындала берсін. Сіздердің аттарыңыздан осы мына осындай үлкен қуанышқа жеткізіп отырған біздің Қазақстан теміржол басшылар, оның ішінде Асеке сізге осындай күндіз-түні тынбай осын салып жатқан құрылысшылар, сол теміржолдың құрылыс жағын басқарып жүрген Әлеке сізге, енді осыған бәріне ие болып 46 мың деді ме, жұмысшым бар деген, 20 мыңнан астам адам басшысы міне, ноттың бастығы біздің. Дәукең келіп тұр, сіздерге рахмет. Жетісу жұртшылығын қуатып жатсаңыздар, сіздерге Құдай қуатсын. Қазағымыз айтады ғой, бере білгенге бақ қонады, қуанта білгенге құт қонады деп. Сіздердің ауылдарыңызға бақ құт қона берсін. Рахмет сіздерге. Қарқын алып отыр.
және шойын жол желісі басып өтетін аудандарда қазірдің кезінде мыңдаған адам жұмыс орнына ие болып отыр. Олай болса, темір жол бекетінде жұмыс істейтін жұмыскерлерге әсем үйлердің кілтін тапсыру рәсімін Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының вице-президенті Акчурин Асхат Харисұлына тапсырамыз. Олай болса, бірінші кезекте Алғожайып Мұрат Базилбекұлы, жол жөндеу мастері. Екіншісі Сабеков Нұрмағамбет Сұлтанбекұлы, Шелек ауылдық электр жүйесінің бастығы. Абдықадырова Сауле Ермұрзақызы, бас маман. Мергенбаев Алмат Тоқашұлы, аға механик. Құрманбаев Ертай Сәлімжанұлы, Шелек бекетінің кезекшісі. Ал құрметті қонақтар, бүгін менің жанұямда осындай үлкен қуаныш болып отыр. Мына әсем үйлердің бірінен маған үй беріп, осындай жағдай жасап отыр. Бүгін мына осы темір жолшылардың атынан, жанұямның атынан елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа үлкен алғысымызды білдіргім келіп тұр. Және де құрметті әріптестер, осы үйлерде өсіп өніп, ары қаратай өсулеріңізге тілектеспін. Рахмет сіздерге. Құрметті қонақтар, қазақ халқы қонағын құдайындай сыйлаған. Сіздерді Ертайдың үйінен дәм татуға шақырамыз. Ешқашан жоғалтпаған ата салтын, еліміздің несібесі көп болсын, бұл қуаныш бәрімізге құт болсын.